Көт ағымыздың ішін алып көрсетің деген клиенттерімізге ішін асырамыз. Жемсегін тіпті кесіп алсақ болды. Қалғанын майынан ажыратып, жемсауын алып тастаймыз. Жемсауын жарып алмаңыз, себебі ішінде бұны жемдері болады. Бұндай аккуратно қылып майынан ажыратып алсаңыз, өзі домалақ болып алынады. Мінекей, майдан айырып аламыз. Мына кегірдегін үзіп аламыз. Жемсауынан кесіп аламыз. Сәл тартыңқырайсыз. Тартып болғаннан кейін түбінен кесесіз. Жемсауын мойын бетін алып тастаймыз. Мінекей. Көріп тұрғаныңыздай аккуратно жемсау алынды. Енді мына аяқтарын алып аламыз. Аяғының өзінің жолы бар алынатын. Аяқтарын алдық. Енді аккуратно қылып кесіп аламыз. Және майынан ажыратып аламыз ішектерін. Қаттыға кесе бермейсіз. Азғантай кесіп алсаңыз сол жетеді. Майынан ажыратып аламыз ішектерін. Ішектерінің өзі әстерін шыға береді. Көріп тұрғаныңыздай семіз сөйтіп алып ішектеріне дейін май басқан. Енді майменен қосып ішін тартып аламыз. Әне. Бөтекесі қоңыры бар заты шықты. Ішінде керегіміз ақылып қомыстап қаламыз. Көріп тұрғаныңыздай енді рождан келтірген май екілер. Бұны жеуге болмайды. Бұны тек алып тастап тауыққа береміз. Енді бұны көріп тұрғаныңыздай үсерін абайлап алуымыз керек. Кесіп алмай, не алмай. Бірен тақап кесіп аламыз. Ағаларын ішіне салып сүйеміз мәке. Ішектерінен айырып аламыз. Керегіміз үшін жерлерін алып тастаймыз. Өтіне абайлайсыз. Міне өті. Өтін алып тастадық керегіміз. Ал енді мына ішін бөлеміз. Ішіндегі жеген затлары. Ішін тазалап аламыз. Тазалағаннан кейін өзі алынады. Ішін жап сап алып аламыз. Көріп тұрғаныңыздай өзі алынады. Жолымен енді соны жуып ақтап жуып қайтап ішіне саламыз тауығымызды. Бұғын тауығымыз дайын, керегіміз затларын. Ал ендігі жағы мойнын аламыз. Мойын ақырында алғанымыздың себебі қаны ағып кетуі мүмкін. Соның үшін ең ақырында алғанымызды көріп тұрғаныңыздай ішіне кегірдекілерін, керегіміз затларын алып жатырмыз. Мойында без болмайды, халқым міне мойын көрсетейін. Мойында ешқандай без болмайды, өзінің майы болады. Мойынның көші болады міне. Без сезі онда еш нәрсе жоқ. Болды міне тауығымыз ішін алынып. Енді құда қалдесі күштарлап береміз клиентімізге.